Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айған Зұлпиева. Бүгін сіздермен 9 сыныпқа арналған, яғни 3 тоқсанға арналған ТЖБ тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: хлор атомының электрондық конфигурациясын жазыңыз дейді. Хлордың атомдық массасы 35,5, ал реттік номері 17-ге тең. Енді энергетикалық деңгей саны деген ол сіздердің тілдеріңізбен айтқанда үш шақшаны білдіреді, яғни ол соңғы энергетикалық деңгейінде 7 болғандықтан, яғни 7-ші топты білдіреді. Ал 3 шақша ол 3 периодты білдіреді, яғни нешінші периодта орналасқан, сол периодына байланысты жақшаны қоятын боласыздар. Демек, хлор 3-ші период 7-ші топта орналасқандықтан 3 шақша қойып 2, 8, 7 деп электрондарын белгілеп алдым, яғни 3-еуін қосқан кезде 17 шығады. Енді бұл жерде электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Енді Б тапсырмасы: галогендерге тән кристалдық тор түрімен химиялық байланыс типін көрсетіңіз. Бұл жерде В варианты мен F варианты дұрыс. Ковалентті полюссіз байланыс және молекулалық кристалдық тор. Келесі екінші топта галогендер қасиеттерінің өзгеру заңдылығын болжаңыз дейді. Яғни фтор, хлор, бром, йодтың қатар орналасқан, тотықсыздандырғыш қасиеттері артады. Электр терістілігінің қасиеттері кемейді. Агрегаттық күйі бұл жерде газ, сұйық және қатты күйде болады. Енді келесі бізде 3-ші тапсырма. Қазір 3-ші тапсырманы ашайын. Үшінші тапсырма бізде 16-шы топ элементтері мен қасиеттерін сәйкестендіріңіз. 16-шы топ, яғни 6-шы топ элементтері және қасиеттері. Яғни бірге С деп белгіледім, оттегі типтік металл, 2 телур металдық жылтыры бар, 3 халкогендердің атомдық номері өскен сайын электр терістіліктері кемейді, 4 топ бойынша ядро заряды артқан сайын металдық қасиет артады. Келесі 4-ші тапсырма. Күкірттің аллотропиялық түр өзгерістерінің физикалық қасиеттері тұрғысынан берілген кестені толтырыңыз. Күкірттің бірінші аллотропиялық түр өзгерістері: кристалдық күкірт S8 циклдік молекула, сары түсті. Екіншісі пластикалық күкірт, күкірт атомының шексіз тізбегі резеңке тәрізді. Б тапсырмасы: төмендегі айналымды іске асыруға мүмкін болатын реакция теңдеулерін жазыңыз. Яғни бұл жерде айналым берілген: мырыш сульфиді, күкірт сутек және СО2 газ. Біз бірінші мырышқа күкірт қосқанда мырыш сульфиді шығады, және температураның қатысында қайтадан ыдыратып аламыз айырылу реакциясы бойынша. Одан кейін сол күкіртке сутек қосамыз, күкірт сутек шығады, күкірт сутекке оттекті қосып жандырамыз. Нәтижесінде су және газ бөлінеді. SO2 бізде газ болып саналады. Келесі бізде күкірт қышқылын химиялық өнеркәсіптің наны деп айтады, себебі оның қатысында көптеген химиялық процестер жүреді. Ол суда жақсы ериді. Қышқылдың ерітіндідегі лакмустың түсі қызыл болып саналады. Б тапсырмасы: күкірт қышқылы мен калий гидроксидінің әрекеттесу реакциясын жазыңыз. Яғни H2SO4 қосылған калий OH, калий 2SO4, H2O реакцияны теңестіреміз. 6-шы есеп: көлемі 22,4 литр қалыпты жағдайда сутек броммен әрекеттескенде 30 литр бром сутек қалыпты жағдайда алынды. Теориялық мүмкіндікпен салыстырғандағы өнімнің практикалық шығымын есептеңіз. Ең алдымен реакция теңдеуін құрастырып аламыз, яғни H2-ге бром 2-ні қосып, нәтижесінде H бром алып аламыз. H бромды X деп белгілеп,
көлемі 22,4 литр сутек деп жатыр. Төбесіне жазып аламыз. Астынан 22,4 литр. H-бромның алдында 2 болғандықтан 2-ні 22,4 литрге көбейтеміз. 44,8 литр болады. Одан кейін біз бұл жерде мына жерде H-бромның көлемін теориялық тұрғыда тауып аламыз. Яғни мына жерде пропорция құрамыз. 22,4 литрді 44,8 литрге көбейтіп, мына астындағы 22,4 литрге көбейтеміз. Яғни 44,8 литрдің өзі шығады. Яғни шығымды табу үшін көлем практикалықты теориялық көлемге бөліп 100%-ға көбейтеміз. Бізде практикалық көлеміміз 30 литр, міне бастапқыда бізде есептің берілгенінде көрсеткен өзі 30 литр деп. Енді бізде теориялықты біз өзіміз есептеп таптық. 44,8 литрді 30-ды 44,8 литрге бөліп 100%-ға көбейтеміз. 66,96% есептің шығымы. Яғни есептің жауабы осы болады. Келесі. Келесі бізде аммиактың молекулалық формуласын жазыңыз деген. Яғни 3 сутектен және 1 азоттан тұрады. NH3 аммиак. Келесі 8-ші тапсырма бізде аммиактың алынуы мен қасиеттерін сипаттайтын реакция теңдеулеріндегі бос орындарды толтырыңыз. Яғни NH4 хлорға натрий OH қосамыз, нәтижесінде NH3 қосылған натрий хлор қосылған H2O шығады. Екіншінде NH3 қосылған H2SO4, нәтижесінде NH4, яғни NH4 2 SO4. NH3-тің бастапқыда қатысып жатқан NH3-тің алдына 2 қоямыз, реакцияны теңестіреміз. 9-ші тапсырмада бізде азоттан азот қышқылының алыну тізбегін құрастырыңыз дейді. Яғни N2, NO, NO2 және HNO3. 10-ші тапсырмада бізде азот қышқылының кальций оксидімен әрекеттесу теңдеуін жазыңыз дейді. HNO3-қа кальций ионы әрекеттестіреміз. Кальций нитраты, яғни кальций NO3 екеселенген қосылған H2O. 11-ші тапсырма. Аммиак және фосфор қышқылын әрекеттестіріп, аммоний гидрофосфаты тыңайтқышын алуға болады. Осы реакция үшін химиялық теңдеуді жазыңыз. Осы тыңайтқыштың құрамындағы өсімдіктерге қажет қоректік элементтерді атаңыз. Реакция теңдеуі NH3-ке H3PO4 қосамыз, NH4 екеселенген H2O4. Заттар, қоректік заттар азот пен фосфор болып есептелінеді. 12. Төменде кестеге мектеп жасында оқушыға қажетті қоректік заттар мен олардың маңызын көрсетіңіз. Қажетті қоректік заттар, оларға мысал ақуыздар. Олар ағзаның құрылыс материалы деп санаймыз, ал көмір соларды энергия көзі. Соңғы тапсырма екен бізде. Берілген кестеге химиялық элемент пен оның адам ағзасындағы рөлін жазыңыз дейді. Темір мен кальций берілген екен. Темір қандағы гемоглобин құрамына кіреді. Кальций сүйек пен тістің құрамына кіреді. Өздеріңіз білетіндей, егер адам ағзасына темір элементі жетіспеген жағдайда анемия, қаназдық ауруына шалдығады. Қаназдық ауруына шалдыққан адамдар өте әлсіз, басы айналғыш, сабаққа деген құлшынысы немесе бір қандайда бір кітап оқуға деген құлшынысы төмен болады. Ал егерде адамға кальций жетіспеген жағдайда сүйектері мұрт сынғыш, волейбол, баскетболға қатысқан кезінде сүйектері сынғыш, әлсіз болып келеді. Сондықтан осындай темір, кальций, басқа да химиялық пайдалы элементтерге бай тағамдарды көбірек жеу қажет екен. Сіздермен болған Айғаным Зұлпиева. Менімен болғандарыңызға рахмет. Достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. ТЖБ тапсырмаларын бірге орындауға. Сіздермен болған Айғаным Зұлпиева. Менің видеоларымды толық қарап,
достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және бұл мен үшін өте маңызды. Подписаться кнопкасын басып, қоңыраушаның белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және де комментарий бөліміне өз пікіріңізді толықтай қалдырсаңыздар болады. Сонымен қатар қандай да бір түсінбеген қоятын сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне қойсаңыздар, міндетті түрде ответ қайтаратын боламын. Және келесіде қандай сыныпқа арналған тжб тапсырмаларын жазуды немесе тжб тапсырмаларының видеосын шығаруды қалайсыздар, соны да жаза кетіңіздер.